Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Лаура Тілегенова. Дәл бүгін сіздермен мотивация, психология және медитация тақырыбын қозғайтын болам. Қысқаша түсіндіріп, сіздерден кері байланысты күтетін болам. Сіздердің қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Көңіл күйіңіз қалай? Дәл қазір мен тыңдап отырып не сезініп отырсыз? Сіздің өміріңізде жақсылықтар болып жатыр ма? Сіздің қалаған нәрсеңіз орындалуда ма? Ал осы күнге дейін ше? Сіздің армандарыңыз орындалды ма? Мақсаттарыңыз орындалды ма? Сіз қалаған өміріңізді сүріп жатырсыз ба? Сіз не істеп жатырсыз қазір? Дұрыс әрекет жасап жатырсыз ба? Әлде бұрыс па? Дәл қазіргі өміріңіз қалай? Жадырап тұрсыз ба, жайнап тұрсыз ба, күліп тұрсыз ба? Әлде қиындықтар кетіп қалды ма? Шашыраңқы болдыңыз ба? Көңіл күйіңіз жоқ па? Не істеріңізді білмей жүрсіз ба? Ойыңыз сан сақта ойға ой қосып жүрсіз ба? Армандай алмайсыз ба? Алдыңызға мақсат қоймай жүрсіз ба? Армандарыңыз мүлдем орындалмай ма? Жасаған әрекеттеріңіздің бәрі кері кетіп жатыр ма? Қайсысы сізде? Бірінші және екінші. Егер сізде дәл қазір қиындықтар болып жатырса, онда есіңізде болсын. Қиындықтың артында жақсылықтар бар. Және ең үлкен жақсылық күтіп тұр. Мен оған сенімдімін. Және шын айтам, ол солай болады. Білесіз бе, егер сіз медитацияны тыңдап отырғанда сізде егерде көп ой болатын болса, онда ішкі жан дүниеңізді қалыпқа келтіру керек деген сөз. Сіз өзіңіз оны қалыпқа келтіре аласыз, дегенмен ол ұзаққа кетеді. Менің берген сабақтарым арқылы барлығын қарай отырып жасайсыз. Бірақ шынымен де ұзақ уақытты алады. Сіз оны қарайсыз, сосын барып практикадан асырасыз. Ал жоқ, менің миым қоқысқа толып кетті, не істерімді білмеймін десеңіз, онда мастер трансформаторға жүгіргеніңіз дұрыс болады. Ол кісімен сіз тікелей бейнемен сөйлесе отырып, бәрін бірден шешесіз. Бірақ ол да ұзақ уақытты алады. Дегенмен біріншіге қарағанда уақытыңыз көбі сақталады. Немесе маған жазыңыз. Бірақ менде де ақылы. Неге? Себебі мен 1 жыл бойы түйсікті оқыдым Москвадан. Ал екінші жылы 1 жыл бойы тағы да мастер трансформация оқуын тамамдайын деп жатырмын. Ол 700 мыңның оқуы. Бірақ сабағы оған тұрарлық. Және мен адамдармен трансформация жасағанда болатынмын. Барлығы сәтті дем. Шүкір. Білесіздер ме? Менен көп сұрайды. Өте көп сұрайды. Айтыңызшы, арманға қалай жетейін? Мақсатым жоқ, мақсатты қалай қоям? Жақсы, барлығын жасайым. Қалай мен іс әрекетті жасайым? Деп менен сұрайтын өте көп. Ал мен сізден сұрайыншы, сіз осыған жеткіңіз келеді, сіз өте оңай жолмен жетесіз, білеймін. Дегенімен, сіздің ішкі жан дүниеңізде тыныштық бар ма? Сіздің ішкі жан дүниеңіз бен сыртқы келбетіңіз бір-бірімен сәйкестендірілген бе? Айтыңызшы, екеуі бір-бірімен толықтырып тұр ма? Сіз әр жағдайда әркіммен сөйлескенде маска киесіз бе? Өзіңізге деген көңіліңіз тола ма? Өзіңізді жақсы көресіз бе? Жақсы өзіңізді жақсы көресіз. Ал әлемді ше? Табиғатты ше? Адамдарды ше? Ең бастысы сізде Аллаға деген сенімділік бар ма? Шүкіршілік айтасыз ба? Рахмет айтасыз ба? Ризашылығыңыз бар ма? Қайырымдылық жасап тұрасыз ба? Міне, өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасайсыз ба? Осылардың барлығы егер сізде болған жағдайда, барлығы сізде 100%-ға толыққан жағдайда мен сізге әрі қарай армандаңыз деп айтар едім. Армандаңыз, шексіз армандаңыз. Мен айтып келе жатырмын осы күнге дейін. Тағы да айтам, армандардың барлығы орындалады. Мүмкін емес деген нәрсе бұл өмірде жоқ. Барлығы мүмкін. Менің оған көзім жеткен. Менің өзімнің өмірімде мүмкін емес болар-ау. Қайдам солай орындала екен? Бұл бола алар ма екен деген менде де күдіктер болған. Шын айтам, осы күнге дейін болған. Және мендегі күдік 3 ай бұрын болған. Қайдам?
мен солай жасай алам ба деген. Бірақ шүкір деймін, альхамдулиллах, барлығы орындалды. Мен күтпеген нәрсенің бәрі орындалды. Білесіздер ме? Сансыз Аллаға шүкір айтам. Сансыз. Ал ол жетістіктерге мен қалай жеттім, я? Шүкір, қазір жетіп жатырмын. Армандар бірте-бірте орындалып келе жатыр. Ал ең үлкен жетістік өз-өзіммен жұмыс істеген жетістігім шығар. Дәл қазіргі кезде мен ашуымды 100%-ға жеңдім деп айта алмаймын. Дегенмен 80-85%-ға жеңдім. Енді сәл 15-10% өзіме жұмыс істесем, 100%-ық толыққанды болып шыға келем. Бірақ оған жетуім үшін мен күндіз-түні өзіме жұмыс жасау керекпін. Білесіздер ме? Мен осыдан бәлкім 4 жыл бұрын, осыдан бұрын рас ашушаң болдым, адамдарға ренжитін болдым, түсінбедім. Даже 1 жыл бұрын да мен сондай болдым, ренжитін де болдым кей кездері адамдарға. Бірақ уақыт өте келе дұрыс еместігін білдім, керек еместігін білдім. Ол мүлдем қате екенін түсіндім. Ал білесіз бе, егер сіз адамды жамандайтын болсаңыз, сол адамдың жамандығын өзге адамға айтатын болсаңыз, сіз жамандап отырған адамның жаман энергиясы мен жаман қасиеті ол сіздің бойыңызға барады. Энергия арқылы барады. Ол өте оңай. Және сіз екіншіден өзіңізге жаман бір ол адамның күнәсін арқалап жүргендей боласыз. Шыны керек. Барлық адам арманға тез жеткісі келеді, өте тез жеткісі келеді. Мақсатқа да жеткісі келеді. Мынаны алсам, ананы алсам, көп нәрсені алғысы келеді адамдар. Өте көп. Машинада, үйде барлығын болғанын қалайды. Бірақ ешбір адам бірінші өз-өзімнен жұмыс жасайыншы деп ойламайды. Өздеріңізбен жұмыс жасаңыздаршы, өтінем, өздеріңізді тыңдаңыздаршы. Сіздің әлемде не болып жатыр? Сіздің кішкентай ғана меніңіз сіз туралы не айтып жатыр? Сізге нені жөнде деп айтып жатыр? Сізге бірнеше рет ол қарауыңызды сұрады. Бірнеше рет сіздің кішкентай меніңіз сізге көңіл аударуыңызды сұрады, бірақ сіз әлі оған аудармай жатырсыз. Әлі сіз оны тыңдамай жатырсыз. Ал егер сіз оны қай уақытта тыңдайсыз, қай уақытта өзіңізбен жұмыс жасайсыз, сонда ғана сіздегі потоктар шексіз ашылады. Енді қалайсыз, соның бәрі орындалады. Тез орындалады. Шын айтам. Сіз мотивацияны өзге адамнан іздейсіз. Мүмкін мотивациялық әртүрлі видеолар қарайсыз. Бірақ білесіз бе, мотивацияны сізге кім береді? Кім сізге мотивацияны 100%-ық бере алатын адамды айтайын ба? Кім деп ойлайсыз? Ол өзіңіз ғой. Тек қана сіз өзіңізге 100%-ық мотивацияны бере аласыз. Ал ешқандай адам сізге 100%-ық сенімді мотивация бере алмайды. Ешқандай. Жақсы бере алады делік. Сіз дәл қазір сізге ұнаған бір адамды қарадыңыз. Сіз одан мықты мотивация алдыңыз, сіз одан күш қуат алдыңыз. Сіз көзіңіз жанып, лаулап тұр. Сізде энергия толды. Бірақ кем дегенде 3 күн, кем дегенде 10 күннен кейін қайтып сөніп қалдыңыз. Банағы жанып тұрған сізбен сөніп қалған сіз. Неге? Себебі ішіңізде күрес болып жатыр. Сіздегі мен ішіңіздегі сіздегі негатив пен плюсыңыз бір-біріңізбен айқайласып жатыр ғой. Егер сіз оны жеңсеңіз, болды. Сіз өзіңізге мотивация бересіз. Өзіңізді қуаттандырасыз. Өзіңізді жақсы көресіз. Өзіңізге деген сенімділік артады. Өзіңізді құрметтейсіз, уақытыңызды құрметтейсіз, бағалайсыз. Айналаңызға күлімдеп қарайсыз. Ойыңызды жинақтайсыз. Әр күніңізді жоспарлап, уақытыңызды саналы, сапалы түрде өткізесіз. Бір нәрсе айтайын. Дәл қазіргі жағдайда қалып қалу да, немесе даму да барлығы өзіңіздің қолыңызда. Сіз дамайтын жақта қаласаңыз, сіз өсесіз, ойыңыз өзгереді, ойыңызды басқарасыз. Қалаған өмірде, қалаған күніңізді жоспарлап бәрін өзіңіз істей аласыз. Ал егер де дамымай, дәл осы күнім ризамын, дәл осы күнім жақсы десеңіз, дәл сол жерде отырып қаласыз. Дамымай қаласыз, өспей қаласыз.
қай жағынан дамымай қаласыз? Ой жағынан. Ойларға сеніп қаласыз. Біреудің сөзіне сеніп, әрі қарай біреудің сөзіне еріп кетесіз. Болмайды, тоқтатыңыз. Дәл қазірден бастап өз-өзіңізді қолға алатын кез келді. Өзіңізге сенімді түрде қарап, өзіңізбен жұмыстанатын кез келді. Бастаңыз. Сіз өзіңізге сеніңіз, сенімді болыңыз және дәл қазіргі дәл бүгінгі күннен бастаңыз. Ол үшін ішіңізде не болып жатырған барлығын жазыңыз. Негатив па барлығын жазыңыз. Сізде әртүрлі ойлар мазалап жүр ма, жазыңыз. Егер сізде бір ұрыс керіс болған жағдайда бұрынғы естелік есіңізге түсе берсе, соның барлығын жазыңыз. Ал жазып болғаннан кейін әрі қарай оларды шешу керек болады. Маған жүгініңіз немесе жақсы деген, осы жағдайды шеше алады деген психолог пен мастер трансформацияға жүгініңіз. Себебі немесе өзіңіз әрі қарай шешіп көріңіз. Дегенмен сіз шештім дегенімен де ол ұмтылмайсыз де қалуы мүмкін. Барлығы өз қолыңызда. Барлығын сіз әдемі гүл ете аласыз. Өсіп, сол гүлді сіз баптай аласыз. Немесе оны қуратып, тым жоқ ете аласыз. Мен сізге сенем. Сізде барлығының болатынына сенем. Барлығымыз бір Алладан жаратылғанбыз. Барлығымыз бір Алланың құлымыз, пендеміз. Сіздің өміріңіз керемет өтіп, жолыңыз болып, жүрегіңізден иман сөнбей, тек әлемдегі бақытты адам болыңыз. Алланың ең сүйікті құлы болыңыз. Әрдайым көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Отбасыңыз аман болсын. Деніңіз сау болып, жүз жасаңыз. Қасыңыздағы адамдардың барлығына махаббатыңызды беріп жүріңіз. Ешкімнен ештеңе күтпеңіз. Тек қана сіз беріңіз болды. Қиналған адам болса, оны көре тұрсаңыз, көмектесіңіз. Сіздің ештеңеңіз кетпейді, бәрі Алладан қайтады. Мен сізді жақсы көрем. Тыңдағаныңыз үшін үлкен рахмет, Алланың нұры жаусын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыз. Егер медитациядан қандай тақырыптар керек болса, комментарияға жазыңыз. Тағы да қандай сабақтар қызықтырса, бәрін комментарияға жазыңыз. Мен бәрін оқимын. Бәлкім мен жауап бермеуім мүмкін. Бірақ инстаграмға рахмет сіздерге деп мен шынайы түрдегі сториске салам. Бірақ мен барлығын оқимын. Шамам келсе, ответ те жазып шығам. Рахмет сізге, мені тыңдағаныңыз үшін, менің оқырманым болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Сәттілік сізге, тек қана сәттілік.